Сәлем достар, бүгін мен қазақ Майнкрафт ютуберлерінің скинде қызған алдырса қандай болатынын көретін боламыз. Сол видеоны соңына дейін көр. Себебі ішінде сенің сүйікті ютуберің болуы мүмкін. Ең алдымен өз каналымды жасайын достар. Бұл менің каналымда достар, қазір 500 подписчик ютубе өте аз алды достар. Давайте тезірек осы видеоға лайк басып және менің каналыма тіркеліп, оған комментарий жазуды ұмытпа достым. Ал достар, менің скиннің қыз түрін көруге дайын болыңдар. Міне достар. Қыз болса негізі әдемі болады екен достар. Ал біз келесіне кеттік. Келесі ол бізді Аликош қызы достар. Қазіргі таңда Аликоштың 1021 подписчигі бар, 107 видеосы бар достар. Осы баламда каналымды тіркеліп, лайк басып подписать етуді ұсынамын достар. Видеолары өте керемет. Өзім де көремін достар. Ал достар, Аликош қызының сіздерге қыз болған кезде скин ұнап тұр ма? Ендеше лайк басып подписать етіп, комментарияға ұнады деп комментария жазып кет. Ал келесі бізді Досымжан. Досымжанның қазіргі таңда 192 видеосы бар, ал подписчик болса уже 700-ға жақындап қалған екен достар. Тағы да ұсынамын 700 подписчик тесіп сәқ достар. Мен барлық каналға сөйтіп айтып отыратын боламын достар. Олар негізі маған ақша төлемейді. Ал достар, сізге Досымжанның скиннің қыз түріндегі кейпі қандай екенін көргіңіз келіп тұр ма? Мен де көргім келіп тұр. Қазір достар, бірге санайық, 3-ке дейін санағанда мен шығаратын боламын достар. Ал кеттік. 1, 2, 3. Мінекей достар, негізі Досымжанның қыз түріндегі скині әдемі болады екен достар. Айтпақшы достар, айтудың кеттім, бұл фотолардың бәрін мен ChatGPT арқылы жасаған болатын достар. ChatGPT саған көп рахмет. Келесі кезекте бізде Айшуақ достар. Қазіргі таңда Айшуақта 848 видео бар. Ал подписчигіне келетін болсақ, подписчигі 525 мың подписчигі бар екен достар. Ал Айшуақтың қыз скині қандай болған көргіңіз келе ме? Ендеше каналға тіркеліп, лайк басып подписать етуді ұмытпаңыздар. Қазір мен 3-ке дейін санаймын, сол кезде шығаратын боламын. Бәріміз бірге 3-ке дейін санайық. 1, 2, 3. Достар, Айшуақтың қыз түріндегі скині өте әдемі екен достар. Сізге қазір тағы да бір 4 скинін көрсетемін достар. Ол үшін лайк басып подписать етіп, комментария жазуды ұмытпаңыз достар. Алдыңғы видео өте аз просмотр жинаған достар. Давайте сол видеоның просмотры көтеріп тастайық, и осы видеоның да просмотрын көтеріп тастайық. И тезірек мені 500 подписчикке жеткізіп тастайық достар. Ал достар, бізде мына жерде енді сразу 4 ютубер тұр достар. Ал достар, енді біз қатардан бастайық. Бізде ең алдымен бірінші Селди достар. Селдиде бізде қазір 130 видео бар, ал подписчик уже 40-ға жақындап қалған достар. Ал Ермұханға келетін болса, Ермұханда бізде 45 видео уже 80-ға жақындап қалған екен достар. И бізде, конечно, Нұрлан Қалам достар. Нұрлан Қаламда 1200 видео и уже миллионға жақындап қалған екен. Ал енді бізде қазір популярный ютубер, ол Дейлин достар. Дейлинде 706 видео уже почти 700-ға жақындап қалған екен достар. Сонымен достар, осы 4 аккаунтқа тіркеліп, лайк басып подписать етіп, сайынсын келінде мені белгілеп кетсеңіздер ютубтан, үшін может быть менің осы видеомды көріп қалатын шығар достар. Ал енді достар, сіздер осы 4 ютубердің қыз түріндегі скинін көргілеріңіз деп жатқан шығар. Достар, енді тағы да айтып кетейін, канал тіркеліп, лайк басып подписать етуді ұмытпаңыздар, тезірек 5-ге жетіп тастайық. Үшін достар, мен қазір тағы да 3-ке дейін санаймын, сол кезде мен сендерге көрсететін боламын. Кеттік. Бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3. Міне достар, мәссаған негізі әдемі екен, достар. Үшін достар, егерде тағы да осы видео 100-ден асса достар, 100-ге жетсе немесе 100-ден асса достар, онда мен екінші бөлімін шығарам. Бірақ ол кезде мен ютуберлердің кәдімгі түрін бар ғой, кәдімгі адам кейпіндегі түрін сондайын шығаратын боламын достар, қыз түрінде қандай болатын. Ол үшін достар, комментарияға достар толтырып жазып кетулеріңіз керек болады достар бір жағынан. И достар, бұл видео сәл қысқа шыққанымен де өте қызықты шықты деп ойлаймын. Неге мен сізге ұнаған шығар деп ойлаймын. Егер ұнаса тағы да лайк басып подписать етіп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Әлгі видеоның просмотрын көтеріп тастайық достар. В общем, всем болған мен сайыңыз. Барлықтарыңызға давайте!